Қайырлы күн өнерсүйер қауым. Шілденің бірінші жұлдызы ұлттық домбыра күні болып бекітілуі қазақ елі үшін үлкен мереке. Бұл мерекенің орны бөлек. Шілде айының алғашқы жексенбісінде елімізде ұлттық домбыра күні мерекесін атап өту дәстүрге айналып келеді. Ақын Қадыр Мырзалы «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» деп жырына қосқан. Ұлттық домбыра күніне өнер бөлімшесі де атсалысып, домбыра дала дауысы тақырыбында кітап көрмесін ұйымдастырып, әдебиеттер шеруін өткізуде. Мақсатымыз тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы мен рухани жаңғыру бағдарламасын бағытқа ала отырып, ұлттық құндылықтарымызды жастарға, оқырмандарға, мәдениет, өнер сүйер қауымға насихаттау. Қазақ домбырасының түп тамыры көне замандардан бастау алады. Көне түрік дәуірінен бері талай ғасырлардың талқысынан өтіп, ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жалғасып жеткен домбыра қазақ халқының баға жетпес ұлттық рухани құндылықтарының бірі болып саналады. Қазақтың қара домбырасы, оның көмейінен төгілген қоңыр күй атадан балаға мирас болып, қазақ болғалы домбыраны жанынан тастамай, осы бір қоңыр үнді аспап ұлтымызбен біте қайнасып бірге жасасып келеді. Домбыра қазақтың қайғысын жеңілдетіп, қуанышын бөлісер жан серігіне айналған. Домбыра бабадан қалған мұра, қазақтың көзі, тарихтың сөзі. Даланың құнын, бабаның үнін қос шекпен жеткізуші жәдігер. Домбыра халықтық тәрбиенің негізгі құралы болды. Құрманғазының «Қайран шешем», «Сары арқа», «Жігер», Дина анамыздың «Қосалқа», «Жеңіс», «Бол-бол», Нұрғисаның «Аққу», «Әлқиса», «Күйұран», Қаршығаның «Ақ қайың», «Ақ жауын», қазақтың күй өнерінде ел аузында қалған тағда басқа дәулескер күйшілердің еңбектері ұлт санасында мәңгі құндылықтар болып сақталады. Ұлттық домбыра үні ғасырлар бойы жалғасып келген және жалғаса береді. Әдебиеттер шеруіне тоқталып өтсем, домбыра тарихы және ұлттық аспаптық құндылығы жайлы әдістемелік әдебиеттерге 2002 жылы Алматы мектеп баспасынан шыққан домбыра дастан оқу құралы, 2007 жылы Алматы өнер баспасынан шыққан Нәжімеденовтің домбыраның қоңыр үні, 2013 жылы Алматы арыс баспасынан шыққан Еңсеповтің домбыра өнері және эстетикалық тәрбие құралы оқу құралы, 2016 жылы Алматы Нұрсат баспасынан шыққан Әбуғазының қазақтың домбыра өнері және тағы басқа әдебиеттер ұсынылады. Қазақтың қара домбырасының үнін күй шежірелерімен орындайтын жеке орындаушыларға тоқталсам, 1995 жылы Алматы өнер баспасынан шыққан Құрманғазы күй жинақтарына ұлы күйші композитор Құрманғазы Сағырбайұлының бүгінге дейін белгілі болған күйлері енгізіліп отыр. Олар есімі халқымызға кеңінен таныс белгілі домбырашы Қаршыға Ахмедияровтың орындауында нотаға түсірілген. Жинақ музыка мамандары мен домбырашыларға, сондай-ақ жалпы күй құмар көпшілікке арналады. 2001 жылы Дәл-Крес баспасынан шыққан Қаршыға Ахмедияровтың «Күйұран» жинағы белгілі күйші композитор Қаршыға Ахмедияровтың 62 төл туындысы еніп отыр. Бұл күйлер тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлем сахналарында орындалып, тыңдарман жүрегінен орын алған небір шебер домбырашылар репертуарына енген сайыстар бағдарламасынан міндетті түрде орын алатын шоқтығы биік туындылары енгізілген. 2002 жылы Алматыда Крес баспасынан шыққан Ахмет Жұбановтың «Ғасырлар пернесі» кітабы қазақ халық сазгерлерінің өмірі мен шығармашылығына арналған. Очеркте негізінен Құрманғазының, Дәулеткерейдің, Абылдың, Тәттімбеттің, Қазанғаптың шығармашылығынан соңғы деректер берілген. 2005 жылы Алматы өнер баспасынан шыққан Нұрғиса Тілендиевтің «Ата толғауы» және «Көш керуен» 2 томдық шығармалар жинағына 20 ғасыр көгінде қазақ халқының ұлттық музыка мәдениетінде аса көрнекті шығармалар қалдырып, ұлттық музыка тасқынын өте биік деңгейде бүкіл әлемдік өнер дариясына молынан апарып үн қосқан тұлға Нұрғиса Тілендиев жайлы жазылған. Өнер баспасы 2005 жылдан бастап Нұрғиса Тілендиевтің кейінгі ұрпаққа қалдырған осы бүкіл музыкалық мұрасын көп томдық академиялық жинақ етіп басып шығаруда. Бұл томдарға 20 ғасырдағы қазақ дәстүрлі музыканың алтын діңгегі ұлы композитор, кемел домбырашы, әйгілі дирижер Нұрғиса Тілендиевтің халыққа кең тараған күйлерінің партитуралары енгізілмекші. 2009 жылы Алматы баспасынан шыққан қазақтың дәстүрлі мың күйі антологиясы 3 тілде басылған.
Қазақстанның әр аймағындағы салт дәстүріне қарай жинақталған күйлер мен ел аузына қалған ұлы күйшілердің күйлері, өмір жолдары берілген. Антологияда кітапқа кірген күйшілердің қысқаша өмірі мен шығармалары да, орындалған күйлердің тізімі және дискі жинақтамалары берілген. Кітап өте құнды дүние. 2011 жылы Азия арна баспасынан шыққан күйші Дина жинағы ұлы күйші Дина Нұрпейісованың 150 жылдығына және Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған. Бұл еңбекте Дина Нұрпейісова өзінің орындауында төл күйлерімен қатар Құрманғазының, Дәулеткерейдің, Мәменнің күйлерін де өз орындауында берген. Сонымен қатар 2011 жылы Алматы Қазақпарат баспасынан шыққан Омархан күйші, 2016 жылы Астана Фолиант баспасынан шыққан Секен Тұрысбектің Тәтті мұң, 2019 жылы Алматы Бренбук баспасынан шыққан үш тілдегі Ұлы даланың көне сарындары 3 томдық кітабының 2-ші томы, 2003 жылы Астана Фолиант баспасынан шыққан Құрманғалиевтің Мұхит, осы жылы Алматы өнер баспасынан шыққан Байсерке күйші және тағы да басқа әдебиеттер көрме төрінен орын алған. Рахмет.